Сәлеметсіңдер ме балалар? Сонымен бүгінгі біз геометрия сабағында мынадай тақырыпты өтеміз. Шеңбер, дөңгелек және олардың элементтері мен бөліктері. Сабағымыздағы оқу мақсаты нүктелердің геометриялық қорының анықтамасын білу, шеңбер мен дөңгелек және олардың элементтерінің анықтамаларын білу. Сонымен суретке мұқият қараймыз. Не көріп тұрмыз? Дұрыс ойлайсың, ойлағандарың дұрыс. Яғни біз шеңбер мен дөңгелек көріп тұрмыз. Енді біз қазір сендермен осы екеуіне толығырақ тоқталып кетеміз. Ол үшін сендер дәптерлеріңді ашыңдар, бүгінгі күнді жазып, тақырыпты жазып қойыңдар. Және де циркуль, қарандаш, өшіргіш дайындап қойыңдар. Сонымен О нүктесінен бірдей қашықтықтағы нүктелерден құралған тұйық сызық шеңбер деп аталады. Ал О нүктесі шеңбердің центрі. Бұл ұғымдар бізге бұрыннан таныс, бірақ біз сендермен осыны қайтадан қайталап есімізге түсіреміз. Мінекей, қараңдар, жаңағы анықтама сияқты, мынау бойындағы нүктелер О центрінен бірдей қашықтықта орналасқан екен. Мынау бізде не? Дөңгелек, яғни жазықтықтың шеңбердің шектелген бөлігі ол бізде дөңгелек деп аталады. Шеңбердің кез келген нүктесін оның центрімен қосатын кесінді радиус деп аталады. Оны R әрпімен белгілейді. Немесе тағы да кішкентай R әрпімен де белгілеуге болады. Немесе AO радиусы деп айтуға болады. Мінекей, мына жерде қараңдар, екі радиус. AO радиусы сосын OB радиусы. Екеуінің де ұзындықтары бірдей. Балалар, сұрақ, мына суреттегі радиустарын атай қойыңдар. Жарайсыңдар. Келесі, шеңбердің центр арқылы өтетін хорданы диаметрі деп атайды. Немесе, қараңдар, мұнда бізде екі радиус деп айтуға болады. АО және ОЦ. Екеуі, қараңдар, не арқылы? Центр арқылы қосылған. Немесе АЦ диаметр деп айтаймыз. Шеңбердің екі нүктесін қосатын кесінді және центр арқылы өтетін кесінді болса, онда ол бізде диаметр болады екен. Диаметрді D әрпімен белгілейді. Сонда D әрпімен белгілейді. Келесі суретке қарай қойыңдар балалар. Сұрақ, қанша диаметр көріп тұрсыңдар? Жақсы, жарайсыңдар балалар. Бұл сұраққа жауап бердіңдер деген ойдамын. Қарай жалғастырамыз. Шеңбердің диаметрінің бойында екі радиус орналасады. Сондықтан диаметрі екі радиусқа тең. Яғни формуласы D тең 2 көбейту R. Ал радиус табу үшін сендер диаметрді D-ні 2-ге бөлу қажет. Осы формуланы жазып аламыз. Мұнда не көріп тұрмыз, балалар? Ал мұнда не көріп тұрмыз? Яғни, біз жаңа шеңбердің екі нүктесін қосатын кесіндіні хорда деп атаймыз. Жаңағы хорда. Қараңдар, мына жерде екі хорда тұр. BK хордасы, сосын AC хордасы. Бұл екеуінің арасындағы қандай айырмашылық бар? Дұрыс айтасыңдар. AC мұнда диаметр деп айтуға болады. Себебі ол бізде центр арқылы өтіп тұр. Жақсы балалар.
Енді ауызша есеп. Мына нүктелердің қайсысы шеңберінің бойында, дөңгелекте, дөңгелектің сыртында жатыр? Осы сұраққа маған жауап бере қойыңдар. Жақсы. Сызықтардың қайсысы шеңбермен қиылысады екен? Мұқият қарады. Сосын өзіміз жауап бердік. Жақсы. Келесі. Ойлан тап. Математикалық диктант. Бірінші сұрақ. Есімізге түсіреміз. Шеңбердің центр арқылы өтетін хорданы не деп атайды? Екінші сұрақ. Шеңбердің центрін оның бойындағы кез келген нүктесімен қосатын кесіндіні шеңбердің не деп атайды? Үшінші сұрақ. Жазықтықта берілген нүктеден бірдей қашықтықта жататын нүктелердің жиынын не деп атайды? Дұрыс. Жауап беріңдер. Яғни бірінші сұрақ. Шеңбердің центр арқылы өтетін хорданы не деп атаймыз? Дұрыс. Диаметр деп атаймыз. Екінші. Шеңбердің центрін оның бойындағы кез келген нүктемен қосатын кесіндіні шеңбердің не деп атаймыз? Диаметрі. Жазықтықта берілген нүктеден бірдей қашықтықта жататын нүктелер жиынын не деп атаймыз? Дұрыс, шеңбер деп атаймыз. Жақсы, осы сұрақтарға дұрыс жауап бердіңдер деген ойдамын. Енді балалар, біз мынандай деңгейлік тапсырмалар орындай қойық. Сонымен, бірінші есеп. Шеңбердің диаметрлері берілген екен. 10 см, 8 см және 16 см. Радиусы нешеге тең? Жаза қоясыңдар. Диаметр. Мысалға, D тең 10 см табу керек. Радиус R-ді R тең қаншаға екен жазасыңдар. Радиусты қалай табушы едік? Яғни D-ны 2-ге бөлеміз. Жақсы. Екінші есеп. Айдың диаметрі 3474 километр. Айдың радиусы неше километр? Жаңағы сияқты. Диаметр берілген екен, радиусты табу керек. Радиусты табу үшін біз не істейміз? Дұрыс. Яғни диаметрді 2-ге бөлуіміз қажет. Сонда бізде радиус шығады. Осылай дәптерлеріңе әдемілеп, дұрыстап жазып қойыңдар. Келесі есеп. Бұл кішкене бірінші есепке қарағанда бутонның есебі, сондықтан күрделірек болады. Жердің диаметрі шамамен 12700 километр. Жердің диаметрі Юпитердің диаметрінен 10 есе кем. Юпитердің радиусын табыңдар. Не істейміз? Бірінші біз жердің диаметрі бар, жердің радиусын тауып аламыз, е? Дәл солайша, содан кейін Юпитердікін есептей қоямыз. Ол бізде 10 есе кем. Содан кейін Юпитердің радиусын тез есептей қоямыз. Жақсы балалар. Сонымен, мынандай сұраққа сендер жауап беру керексіңдер. Бүгін сабақта білгендерім, бүгінгі сабақтан үйренгенім, бүгінгі сабақта танысқаным, бүгінгі сабақта келесі анықтамалар мен тақырыптарды түсіндім. Осы сұрақтар бойынша балалар, сендер дәптердің бетіне жазып, маған манағы есептерді, тапсырмаларды орындағандарыңмен бірге түсіріп жіберулерің қажет. Сау болыңдар.